Сәлем баршаңызға. Бүгін жеті шелпек және бауырсақ жасаймыз. Бір стакан жылы суға бір шай қасық дрожжды толтырып саламыз. Араластырып, үстіне бір кішкене қасық қант салып араластырамыз және стаканның бетін тарелкамен жауып қоямыз. 15 минутта көтеріледі. 15 минуттан кейін көтерілген дрожжды ұнға қосып илейміз. Ұнымыз менде 1 килограммнан асты, 1 килограмм 300 грамм болды. 7 шелпекке және қалған қамырға бауырсақ илейміз. Ұнға 1 ас қасық тұз саламыз және 2 кішкене қасық разрыхитель қосамыз. Және 1 стакан жылы су тағы бір мәрте дайындап қоямыз. Қамырды илеген кезде қолға жабыспау керек. Ең соңында қамырымызды осындай ыдысқа салып, бетін орап, 2 сағатқа қойып қоямыз тындырып. Илеген қамырымызды 2 сағатқа қойдық, орамалмен орадық және мына ыдыстың бетін жаптық. Осылай қамырымыз көтерілді 2 сағаттың ішінде. 7 бөлікке бөлінген қамырларымызды оқтаудың және ұнның көмегімен жайып шығамыз, біркелкі етіп. Достар, жас каналымыздың қолдау мақсатында тіркелулеріңізді сұраймыз. Подписаться кнопкасын басып, поделиться кнопкасымен WhatsApp чаттардан бөліссеңіздер болады. Қолдауларыңызға рахмет. Көріп тұрғандарыңыздай біздің шелпектеріміз дайын. Енді қатты газды ашып, барынша табада майымызды құйып, яғни подсолнечное маслоны құйып қыздырамыз. Одан кейін қалған қамырымыздан осылай стаканның көмегімен бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Табамызға шелпегімізді салып қуырамыз. Қуырмас бұрын майымыз біздің қатты қызу керек, яғни қатты газда пісіріп шығамыз. Бауырсағымыздың қалыңдығы 5-8 мм. Шелпегімізді осылайша 1,5 минутта пісіріп шықтық. Ол өте тез піседі. Одан кейін майымызды қатты қыздырып, табамызды қосып, қалған қамырдан жасалған кішкентай майда бауырсақтарымызды қуырамыз. Достар, жұма қабыл болсын. Бүгінгі біздің бауырсағымыз және жасалып жатқан шелпегіміз сондай дәмді болмақ және өте жұмсақ болады. Жалпы бауырсағыңыздың санына қарай қуырылу уақыты 15-20 минут. Яғни қуырылу өте тез. Қамырыңыз көтерілгеннен кейін табада қамыр тағы да бірнеше мәртеге көтеріледі. Осындай пышный бауырсақ болып шығады. Вилканың көмегімен осылай қызғаннан кейін екінші бөлікке аударсаңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Смағұлова еңлік.